Алдымызда ауқымды жұмыс күтіп тұр. Тәуелсіздік сарайына келіп таңдауын жасаған мемлекет басшысы осылай деді. Қасым-Жомарт Тоқаев бюллетенді қорапқа салған соң баспасөз алаңында журналистердің сұрағына жауап берді. Президент партиялар арасындағы әділ әрі ашық тартыспен бұрынғыдан өзгеріп болған бәсекеге оң бағасын берді. Арғысын әріптесім баяндасын. Тәуелсіздік сарайындағы 520-шы сайлау учаскесіне мемлекет басшымыз Қасым-Жомарт Тоқаев келіп өз таңдауын жасады. Бүгін тұтас ел үшін тарихи күн. Саяси жаңғыру жолындағы жаңа кезең басталып жатыр. Мемлекет басшысы дауыс берген соң осы сайлаудың маңыздылығын айтты. Бүгін еліміз үшін тарихи күн. Тарихымызда тұңғыш рет біз бір палаталы құрылтайды сайлап отырмыз. Бүгін еліміз үшін өте маңызды тарихи оқиға. Біз бәріміз бір тұтас ел болып ауқымды реформаларды жүргізіп жатырмыз. Ойдағыдай нәтижелерге қол жеткіздік. Нәтижелер бәрі көрініп жатыр. Бірақ дегенмен алдымызда тұрған жұмыс ауқымды, үлкен, мақсаттар аса маңызды деп айтуға болады. Сондықтан алдымызда үлкен жұмыс бар. Бүгінгі сайлау бұл жұмыстың бастауы ғана деп айтуға болады күмәнсіз. Дауыс беру рәсімінен кейін президент бақ өкілдерімен тілдесіп, журналистердің сұрағына жауап берді. Сөз арасында мемлекет басшысы вице-президент лауазымына қатысты пікір білдірді. Бәрі вице-президент лауазымы туралы сұрақ қойды. Арасында бұл жаңа өзгеріс. Біз әдейі конституциямызға жаңа лауазымды енгіздік. Бұл лауазым өте қажет деп айтсақ қателеспейміз. Себебі қазіргі бұлыңғыр заманда осындай лауазым еліміз үшін өте керек. Бәрі сұрап отыр, вице-президент кім болады деп. Мен қазір анық айтылмаймын, бірақ дегенмен белгілі адам. Үкімет барынша табанды жедел жұмыс атқарып, мемлекет басшысы қойған міндеттерді орындап отыр. Бүгін президент брифинг барысында үкіметтің жұмысына қатысты сұраққа осылай жауап берді. Дегенмен Қасым-Жомарт Тоқаев үкіметтің отставкаға кететінін және құрамында бірқатар өзгерістер болатынын айтты. Саяси науқанды жіті бақылаған боларсыз. Осы жолғы партиялардың саяси бәсекесінің деңгейіне қандай баға берер едіңіз? Бір ай саяси бәсеке қызу болды. Партиялар ашық әрі әділ тартысқа түсті. Мұның бәрін президент те қарап байқап отырған. Өз бағасын берді. Мен бұл мәселеге оң баға берсем қателеспеймін. Саяси науқан меніңше жақсы өтті. Өте ұтымды, мазмұнды, теледебаттар өтті. Жастарымыз үлкен ықыласымен көрді. Бәріміз куә болдық. Бұл жаңғырымыздың жаңа кезеңі деп айтсақ қате болмайды. Бұл сайлау учаскесіне президенттен бөлек қарапайым тұрғындар да көп келді. Соның бірі информатика пәнінің мұғалімі Нұржан Русланұлы. Балаларын азаматтық жауапкершілікке баулу үшін дауыс беруге бірге алып келген ол мемлекет басшысымен күтпеген жерден жүздесті. Отбасымызбен түгел келіп, дауысымызды беріп, өсіп жатқан ұрпақтарымызға осы жолды көрсетейік деп негізбен осы отбасымызбен бірге келдік. Өте қуаныштымыз. Президентпен бірге дауыс беру бұйырған екен бізге. Сол үшін өте қуаныштымыз. Еліміз тәуелсіз болсын, тәуелсіз еліміздің тұғыры биік болсын. Президент микрофонға келген тілшінің бәріне толыққанды жауап берді. Өзекті тақырыптар қамтылды. Мемлекет басшысы атап өткендей, бұл шын мәнінде тарихи күн. Өйткені Қазақстанның жаңа кезеңі басталып жатыр. Қырмызы Жандос, Айтуған Бағланов, Евразия бірінші арнасы.